Жедел жаңалық тарады, барша хабардар болсын. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және күткен назарыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз басадық. Қазақстанда 5-ші әуе компаниясы ашылады. Көлік министрі Марат Қарабаев компания қай елден келуі мүмкін екенін айтты. Көлік министрі Марат Қарабаев компания қай елден келуі мүмкін екенін айтты. Шетелдің әуе компаниясын тартамыз деген ой бар. Біз бірнеше әуе компаниясына ұсындық. Оның ішінде соңғы барғанда Вьетнамда Совико деген компания болды. Сол компаниямен көбірек жұмыс істеп жатырмыз. Менің ойымдағы шетелдегі басқа компанияларға қарағанда жұмысымыз көбірек болып тұрған сол Совико компаниясы, дейді ол. Видеоролигіміз кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлеметте болыңыздар.